Менің депутаттық сауалым премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Жұманғаринға бағытталады. Білесіздер, біздің партия қолға алған салалық бағдарламалардың бірі ауыл аманат деп аталады. 3 жыл бұрын іске қостық, жетістік жоқ емес, бар. Тек 23 жылы 100 миллиард теңге шағын несие берілді. 15 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Бірақ осы бағдарламаның орындалуына келгенде айтылып жатқан сын аз емес. Әзірге ауыл халқының табысын толтыруға арналған елдегі жалғыз жоба осы болғандықтан одан үміт күтіп отырған ел көп. Бірақ сол елдің бұл жобаға айтар өкпе назы да жоқ емес. Неге болай айтайын? Кәсіппен әсібін тапқысы келетіндерді әкімдік әбден әуре сарсаңға салған. Біздегі бюрократия қарапайым елге 3-4 айлап құжат жинатады, табалдырығын тоздырады. Бұл бір. Екіншіден, бұл жобаны қаржыландыру тетігі де қарын ашытады. Неге жобаның басты мақсат қандай еді? 7 жылда 350 мың жұмыс орнын ашамыз дедік. Жыл сайын кемінде 20-25 мың тұрғынға микронесие берілу керек болған. Бірақ бюджет тапшылығына байланысты былтыр жобаға бар болғаны 20 миллиард теңге бөлінген. Яғни елге құжатты жинатып алдық, бірақ беретін ақша жоқ. Бұны екі деп қойыңыз. Тағы бір өзекті мәселе бұл кадр тапшылығы. Кооперативтерде ветеринар, зоотехник, механизатор, агроном сияқты мамандар жетіспейді. Сондықтан СПК, өңірлердегі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар несиені үлестіріп, немгетті деп қана отырмай, бірінші кезекте өңірдегі осындай өзекті мәселелерге де мән берген жөн. Әйтпесе қазір әкімдіктерді бізде мазалайтын екі-ақ мәселе бар. Несие алатын адамдардың санын толтырып берсе болды, және сол бар ақшаны игеру. Сонымен бітті. Осы ретте пилоттық ауылдар жобасы принципін міндетті түрде қалдыруымыз қажет. Әйтпесе жобаның мәні жоғалады. Жоба тек кредит беретін кезекті бағдарлама ретінде баянсыздың күнін кешеді. Пилоттық принцип тоқтаса, онда ауыл кооперативтерін құрудың, тиісінше лизингке техника берудің де қажеті болмай қалуы мүмкін. Ең қызығы, кооперативтер құру дегеніміз не? Оның механизмі қандай? Бұны жергілікті атқарушы органдардың өзі түсінбей жатады. Сонда оны қарапайым халық қайдан түсінеді? Сондықтан ең алдымен ауыл тұрғындар арасында жалпы жоба туралы, оның ішінде ауыл кооперативтерінің жұртқа, нарыққа беретін пайдасы, мүмкіндіктері жайында түсіндіру жұмыстарын күшейткен жөн. Сондай-ақ ауыл халқының табысын көтеру үшін тұрғындарды ауыл шаруашылығы бойынша техникалық карталарға оқыту мәселесі де өте өткір болып тұр. Бұны мемлекет басшысы 2 қыркүйектегі жолдауында айтты. Сөзбе-сөз оқып берейінші. Пилотты режимде Аманат партиясының Мерке ауданында ашқан агросауат оқу орталығын барлық аудандарда ашуды үкіметке тапсырамын деді. Бірақ бұл тапсырма бойынша үкімет те, өңір әкімдері де қылаудай шешім қабылдамаған. Бұл үкіметке, әкімдіктерге сын. Бұл жүйені іске қоспай, қалыптастырмай ауыл халқының табысын көтеру мүмкін емес. Агросауат орталығы жүйесі қалыптастыратын, білмегенге үйрететін, білгенге қолдау болатын орталық. Сондықтан депутаттық сауалымды ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринге жолдай отырып, агросауат оқу орталықтарын ашу туралы министрліктің нақты жоспарымен тез арада таныстыруларыңызды сұраймын. Жалпы кредиттің бәрін тек мал сатып алуға ғана бере беруге болмайды. Мал жатқанға емес, баққанға бітеді. Ал оны бағып қағу үшін жайылымдардың жайын айтпағанда, қазір елде әлі күнге дейін көпке үлгі болатын жем-шөп дайындайтын орталықтар жүйесі жоқ. Бұл да өзекті. Сонымен қатар қазір шалғайдағы ауылдарға лизингке тракторлар беріле бастады. Жақсы бастама, бірақ техника ол ертең сынбай ма? Оған ары қарай қосалқы бөлшектерін қайдан алады ел? Жаппай тракторларға қызметті кім көрсетеді? Техниканың сақталуын кім қамтамасыз етеді? Қысқасы айта берсең, бас ашық, сұрақтар өте көп. Сондықтан сізден осы мәселелерге шұғыл арада назар аударуыңызды сұраймын. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай.